Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді шығатын қуырылған манты дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: картоп, сәбіз, пияз және де ет. Ең алдымен етімізден кейін пияз, пияздан кейін сәбіз, сәбізден кейін картопты қосып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрышты қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Міне араластырып алдық. Енді нанына келетін болсақ, нанын илеп алғаннан кейін әр 15 минут сайын басып тұрамыз. Илі қанған нанды қолмен видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Енді бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған нанымызды видеода көрсетілгендей дөңгелектейміз. Міне біз барлық нанымызды дөңгелектеп алдық. Енді нанымызды ұнға малып, осылай видеода көрсетілгендей жаямыз. Енді кезекте бағанағы дайындаған салмамызды ішіне салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Міне біз барлық мантымызды үстіп түйіп шықтық. Енді қызып тұрған табаға майымызды қосып, мантыларымызды қуырып аламыз. Мантыларымыздың асты қызарғаннан кейін келесі бетіне аудардық. Қуырылып дайын болған мантыларымызды буға 30 минутқа салып аламыз. Міне 30 минуттан кейін бізде осындай манты дайын болып шығады. Енді мантыларымызды ыдысымызға салып аламыз. Және де бізде осындай манты дайын болып шықты. Ерекше рецепт, және де бұл өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, және де комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.